Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте қарапайым, бірақ дәмді болып шығатын кофе гляссының жасалу жолымен нақты мөлшерлермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп, видео рецепт ұнап жатса лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал достар, ең алдымен ыдысымызға кофеден 2 ас қасық және қантымыздан 2 ас қасық салып, және үстінен қайнаған, бірақ кішкене суыған 100 градустан төменірек ыстық суымызды құйып, яғни кофе мен қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз да, және қалған мөлшердегі суды құямыз. 500 мг суды пайдаландым. Міне 500 мг жарты литр суды осылай құйып аламыз, және жақсылап араластырып, оны холодильникке мұздағанша қалдыратын боламыз. Және оның үстіне қосатын мен осындай қарапайым магазиндегі мороженеді пайдаландым. Және стаканға, кез келген ыдысыңызға міне балмұздақтарды кесіп салып аламыз. Немесе сливкиді пайдаланып, сливки мен сахарный пудраны араластырып, оны да пайдалансаңыздар болады. Міне мен осылай үй жағдайында мороженеді пайдаландым. Және оның үстіне салқындатылған, мұздаған кофемізді құятын боламыз. Мороженое осы сәтте еріп бастайды. Оны жақсылап енді араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мороженеміз еріп жатыр. Өте дәмді болары сөзсіз менің балаларыма, өзіме өте қатты ұнаған рецепттердің бірі болды. Ерекше дәмді және өте қолжетімді, үй жағдайында жасағанға өте керемет екен. Достар, міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер, өте керемет, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міне осылай кішкене араластырып ұсына берулеріңізге болады. Мороженое мен кофе бір-біріне үйлесімді өте керемет дәмді болып шығады екен. Міне осылай шығады. Көпшілікке ұнаған, әлемге танымал сусындардың бірі, жаз айында таптырмас өте керемет сусындардың бірі. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео рецепт ұнаған болса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.